Сәлем достар, каналыма қош келдіңіздер. Бүгінгі видео рецепте біз сіздермен үй жағдайында KFC-дегідей, бірақ одан да дәмдірек стрипсы, наггетсы деп айтады, тауықтан жасалатын осы бір тағамның түрін жасап көреміз. Ал сіздерден өтініш, каналымда алғаш рет болсаңыздар, тіркеліп кетуді ұмытпаңыздар. Тауықтың грудка деп аталатын ет түрін алып, осындай ұзынша түрде кесіп аламыз. Етті маринадтаймыз, оған тұз, бұрыштың тәтті түрі паприка деп аталатын қосып, үйде кез келген тауықтың приправасы болса да қосуға болады. Оларды араластырамыз. Етімізді шетке алып қоямыз. Ол маринадталғанша осы етті батырып жейтін соус, яғни қаймақ, майонез, сарымсақ, оған кез келген шөптің, яғни зелень турап, оларды араластырамыз. Заттардың қанша мөлшерде қосатынын экраннан немесе осы видеоның астында описание деген жерде жазып қалдырып кетемін. Тауықтың еті KFC-дегідей болу үшін осындай қансыз хлопьяны алып, мешокке салып, мен оқтаумен ұнтақтап алдым. Сіздер қаласаңыздар блендерге салсаңыздар да болады. Яғни өз қалауыңызбен ұнтақтап аласыздар. Екі жұмыртқа алып дайындап осылай араластырып аламыз өзін. Одан кейін кішкентай мөлшерде ұн дайындаймыз. Маринадтап болған етімізді алып, ең бірінші ұнға батырамыз. Одан кейін жұмыртқа, одан кейін хлопьемізге батырып, пешке салатын табамызға қойып шығамыз. Етімізді осылай қойып шығамызда 20 минуттай салып аламыз, 200 градуста. Одан артық уақыт салмаңыздар, құрғап кетуі де мүмкін. Мінеке осылай ет дайын болады. Тура KFC-дегідей, бірақ одан да дәмдірек. Міндетті түрде жасап көріңіздер. Егерде үйлеріңізде тіпті балалар болса, өте керемет баға береді. Айтпақшы, соусыңыз өзіңіздің қалауы бойынша әртүрлі бола береді. Яғни кетчуп немесе осы видео рецептегідей дайындасаңыздар болады. Назарларыңызға рахмет. Сіздермен бірге болған Дина. Каналыма тіркеліп, лайк, комментарий қалдыруды ұмытпаңыздар.